бауырдың ауру себептері және оны қалай сақтануымыз керек, сол туралы айтқым келіп отыр. Бауырды қалай сақтаймыз? Мысалы, бауыр не себепті бауыр көп ауырады? Бауырдың ауруы жалпы білінбейді. Бауырда ұйып тұрған қан ғой, оның ішінде кереметтей бір нерв бар деп айта алмаймын мен өз басым. Жалпы медицинада да солай айтады. Ал енді бауырдың не себепті бізде бауыр көп ауырады? Мысалы, арақ шараптарды көп ішкен адамдарда бауыр ауырады. Және ұзақ уақыт қолданған. Және дәріні біз дәріні өте көп ішетін болсақ, шамадан тыс ішетін болсақ, өз бетімізбен көп ішетін болсақ дәріні, ол да бекер қалмайды, өйткені бауыр деген қанды сүзгіден сүзіп отыратын сүзгі. Бауыр деген. Сол дәріні көп ішкен жағдайда, майлы қуырылған тамақты көп ішкен жағдайда, тамақты шама келгенше қуырмай жасаған дұрыс болады сондықтан. Ал енді вирустық инфекцияда гепатиттің түрлері, оның ішінде А, Б, С барлығы да кіреді. Ондай вирустық инфекцияда бауыр ауыратын болады. Оны міндетті түрде дәрігерге көрініп, қандай екенін барлығын біліп барып емделген жөн болады бауырда. Ал енді дәріні ұзақ бақылаусыз пайдалану. Жаңада айтып кеттім. Неге мен дәріні қайта-қайта айтып жатырмын сіздерге? Ұзақ бақылаусыз. Біздер қазір біздің дәріханаларда дәріні бере береді ғой. Қандай дәрі аламын десең де бере береді. Мысалы, психотропный дәрілерден басқасының барлығын менің білуімше дәріханалар сата береді. Сондықтан бұрынғы бір емделгенде дәрігерге барса, сол дәрігерде қандай ем алды, соны көреді да екінші қайталап көп адамдар сол дәріні емделе береді. Сол дәрілерменен системасында өздері алады, дәрісінде алады. Ол дұрыс емес деп есептеймін. Міндетті түрде дәрігерге көрініп, анализдер тапсырып, сөйтіп барып дәрілерді алған жөн. Сондықтан бақылаусыз дәрі қабылдағанда болады деп отырғаным сол себепті. Ал енді улы заттар, химикаттар, ол да бауырға әсер етеді. Мысалы, улы заттар дегеніміз не? Полды жуамыз, кір жуамыз, неше түрлі химикаттармен жаңағы санузелдерді тазалаймыз. Ондай кезде біз міндетті түрде аузымызға масканы салып алуымыз керек. Байқасаңыздар, бір санузелді жуған кезде, дәретханаларды жуған кезде жаңағы химикаттарды салғанда түшкіріп пышқырып қаламыз. Ол неге? Өйткені ол химикаттар сіздің иіскеу арқылы организміңізге кіреді да, жаңағы қанға өтеді да, одан сіз буланып, бауырыңыз ауыратын болады. Содан кейін тағы да бауырдың ауыратыны артық салмақ, қант диабеті. Бұлар да бауырға өзінің жаңағы үлесін қосып жатады. Ал енді артық салмақ болмас үшін көбінесе байқасаңыздар, артық салмақ кімде болады? Өте жақсы жүрмейтін адамдарда. Содан кейін кейбіреулер өтім толып қалған, менің отым жүрмейді деп айтады. Ол дұрыс емес. Өт жүріп отырады. Өт жүрмесе сізден тамақ ішкен кезде өтіңіз табып отырады. Ұйқы безінен бөлінетін ферменттер, асқазанның өз ферменттері болады. Солардың барлығы жабылып барып сізді тамақты комбайн сияқты майдалайды. Сөйтіп барып сіздің тамағыңызды сіңіреді. Сондықтан өт жүрмейді деуге болмайды, бірақ тосылып қалады өт. Қоюланғандары жаңағы өт қалталарға тұрып қалады. Мүмкін жаңағы сіздерде жаңағы артық салмақ болатынды көбінесе бауырыңыз ауырғанда сізде артық салмақ болады. Бауыр ауырған кезде іш кебеді. Ол тағы қосымша. Өйткені жалғыз бауырдан кетпейді, ол сіздің өтіңіз жақсы жүрмегендіктен, асқазандарыңыз бауырға салмақ келіп тұрғандықтан, сізде тамақты сіңіремей қалғандықтан, сондай жағдайда ішкі құрылысқа жел пайда болады. Газ жиналады, былайынша айтқанда. Ішіңіз кәдімгі тамақ ішсеңіз, ішіңіз мыняқты ғой, бірақ мына жерде ішіңіз болған сияқты бүйтіп томпайып кетеді. Соның барлығы сіздің бауырыңыздың дұрыс қызмет атқармауында болады. Ал енді бұдан қалай сақтанамыз? Сол туралы айтқым келіп отыр. Бауырдан сақтану үшін уақытысымен тамақ, таза тамағыңызды ішіңіз. Бар тамағыңыздың өзін айтпаймын мен, тегі бәленді іш, түгенді іш деп жекелеп айтпаймын. Бар тамағыңыздың өзін әдемілеп, бойыңызға сіңетіндей, шамадан тыс ішпей, және ұзақ уақыт ішпей жүрген дұрыс емес. Мысалы, кейбіреу ертеңгі тамағын ішпейді, кешкі тамаққа бірақ келеді. Ертеңгі тамаққа, түскі тамаққа уақытым жоқ деген адамдарды мен талайын көрдім. Ол дұрыс емес. Кішкентай бір 10 минуттық тамақ ішкенге уақытты бөлу керек. Сондықтан ертеңгі тамақты міндетті түрде ішу керек, түскі тамақты міндетті түрде ішу керек. Ал кешкі тамақты ішпесеңіз де жеңіл бірдеңкені ішіп жатсаңыз да болады. Өстіп бауырды сақтайық. Бауырды сақтау тәсілі осы. Егер бауырыңыз майлы тамақ ішіп болғанда, енді адамбыз ғой.
тойға барамыз, томлаққа барамыз, қонаққа барамыз. Біздің тамақтың бәрі майлы болады, салаттарымыздың бәрі майонезбен жасалынады көп жағдайда. Сондықтан ондай кезде майлы тамақты ішпе деп айта алмаймын. Ішкен кезде артынан кішкене шөпті ішіп, өзіңізді жаңағы жуып ішкен тамақтарыңызды жуу деген сөз, шөпті ішу деген сөз, сіз мысалы ішкі тамақта қойыланып қалған нәрселерді жуу деген сөз. Сондықтан бір күн өте қатты майлы болмаса калориясы үлкен тамақ ішетін болсаңыз, екінші күн жеңіл тамақ ішуге тырысып, бауырды сақтау керек. Бауырымыз ауырмасын, құрметті менің оқырмандарым. Бауырдың себептеріменен және қалай сақтану туралы сіздерге айтып отырмын. Ары қарата жалғастырып, комментарийға жазып, WhatsApp-қа жазып сұрауларыңызға болады. Сіздермен болған мен Сәрия Бәсеткүл. Әрқашанда ауырмай, ауырып жол іздегенше, жаңағы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Аман болайық.